кәдімгідей тәжірибе беретіндей екен мына тәжірибеңіз. Былтыр бірінші рет өзім жасап көрдім. Сол арпа сабанынан сүрлем жасадық. Былтыр өте қиын болды, қуаңшылық болды. Қанда картон жегеннен гөрі сабан жеген жақсы ғой. Қанша дегенмен аз да болса оның бір пайдасы бар ғой деген ғой. Бізде сүт товарлы фермалар аз. Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Бүгін міне біз Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Төлеңгіт жеке шаруашылық қожалығына келіп отырмыз. Бұл қожалыққа келу себебіміз ой күшімен жасалған, Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының Казбиосил сүрлемдік ашқысын осы кісілер екінші жылы қолданып жатыр. Сол жайлы сұхбат алуға келдік. Ал енді Қанат мырза, мынау шаруашылық, өзіңіздің шаруашылығыңыз жайлы таныстырып өтсеңіз, қандай ауыл шаруашылығы қандай түрлермен айналысыздар, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, соның қандай түрлермен айналысыздар, тағы да басқа қандай кәсіптеріңіз бар, өзіңіздің шаруашылық жайлы мәлімет берсеңіз қысқаша. Төлеңгіт шаруа қожалығы Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданы. Біздер енді осы 16 жылдан бері осы жерде сүт товарлы фермасы ашылды. Мұнда қазір асыл тұқымды 150 бас сементал тұқымы бар. Биыл тағы да Павлодар облысынан 20 бас қашар түлімені алып келдік. Бұйырса малдың басын 300 басқа жетіп отыр қазір. Соған енді қазіргі уақытта мал азығын дайындау үстіндеміз. Енді шаруашылықта сүт товарлы фермасы болғасын сүрлем дайындаймыз. Жүгеріден енді сүт шаруашылығына өте қажетті азық түрлерінің бірі. Одан басқа судан шөбін дайындаймыз. Енді арпасы бар, сосын күздік бидай дақылдарын осы мал азығы ретінде пайдаланып отырмыз. Сіздердің шаруашылықта жаңа егінмен айналысқанда оның бәрі тек қана азықтық, тек мал азығы ғана үшін дайындалады. Басқа сату ондай жоқ та. Ал енді мал басына келетін болсақ, тек қана ірі қара ма жаңа айтқаныңыз? Жоқ, басқа да малдың түрлері бар ма? Мал түрлері бар, жылқы бар, қой бар. Бірақ енді основной бағытымыз сүт шаруашылығы. Бағытыңыз осы бағытты ары қарай дамытқыңыз келеді, осы бағытты ары қарай дамытқыңыз келеді. Осы бағытта дамытқымыз. Ал енді тағы да бір айта кететін, мысалы, кейбір шаруашылықтарда көбінесе, кейбір емес, басым бөліктері осындай сүт шаруашылықтары сүттерін бір жаңағы сүт өңдейтін кәсіпорындарға жіберіп жатады. Солар алып кетіп жатады. Сіздер қайда жібересіздер? Біздер өзіміз, ондай бізде көп сүт жоқ. Күніне 400 литрдей сүт шығады қазір. 30 бастай сауып отыр ғой. Сол сүтті өзіміз өңдеп, өзіміз асханамыз бар, сондан өткіземіз. Артығын қалада дүкендеріміз бар. Солар арқылы өтеді. Өздеріңіздің дүкендер? Жоқ, өздеріңіз дүкендер ма? Иә. Өздеріңіздің ферменный дүкендеріңіз, да? Одан басқа торговый дом алтындар бар, сонда сатады. Бірнеше магазиндерде, бірнеше дүкендерде сатасыздар? Иә. Ал енді алдағы жоспарларыңыз қалай? Осы сүт бағытпен айналысқаннан кейін енді бір міндетті түрде жоспар жасайды ғой адам. Сонда қандай жоспарларыңыз бар алдыда? Енді ол құпия болмаса? Жоқ, құпия емес, ол мал басын біздер аналық басты сүтті тұқымды 400 басқа жеткізгіміз келеді. Сол малды сауып, сүтін өңдеп, қалаға өткізіп отырсақ деген. Енді бізде Орал облысы Россияның 5 облысымен шектескенмен көп базардағы сүттің бәрі неден жасалған? Порошоктан жасалған. Енді біздің сүтімізге сұраныс өте көп, табиғи өнім болған жерде бізде
өткізу жағынан ешқандай қиындық көріп жатқан жоқпыз қазір. бір сөзбен айтқанда сіздер тұтынушылар өздеріңіздің тұтынушыларыңыз бар. Постоянно сіздерден алып тұратын. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Өткізу жағынан ешқандай проблема жоқ. Енді тағы бір айтатын, жаңа сіз айтып қалдыңыз, былтыр біздің осы Казбиосил ашытқысын қолдандыңыз. Мен өзім келіп кеттім, жаңағы сол жайлы айтып кетсеңіз, қалай болды, мал жеу жағынан қалай болды, сапасы қалай болды, сол жағынан айтып кетсеңіз. Былтыр біраз қиыншылықтар болды сізде. Былтыр қуаңшылық болды. Қуаңшылық болды, сонымен қатар еще жаңағы техникаңыз жағынан да бір қиыншылықтар болды. Сол жайлы айтып кетсеңіз, енді соның сапасы қалай болды? Былтыр енді қуаңшылыққа байланысты 21-ші жылы аз мөлшерде болды, бірақ соның өзінде сол Казбиосил өнімін пайдаланып, соның арқасында олар енді сүрлеріміздің сапасы өте жақсы болды. Малға несі де, малдың азықтануы да бәрі де кәдімгі желме де бәрі жақсы болды ғой. Содан кейін сіз айтып қалдыңыз, жаңағы сүрлемнен басқа мына сабаннан, арпа сабанынан азық дайындадым дедіңіз. Сенаж дайындады. Ол енді мен білімше Совет өкіметі кезінде енді мал басы да көп болды. Ол тәжірибе өте жиі кездесетін. Себебі азықтың жетіспеушілігіне байланысты міндетті түрде жаңағы арпа сабанын, бидай сабанын міндетті түрде сенаж ретінде салатын азыққа қосып, енді ол ірі сабақтыларға жатады ғой. Ірі қараға болсын, бәріне ол ірі сабақты азық керек, күйіс қайтаратындарға. Ал қазіргі таңда өте аз, ондай өте аз. Бірақ сіздің мына тәжірибеңіз бір адамға бір кәдімгідей тәжірибе беретіндей екен, мына тәжірибеңіз бір ойландыратындай. Себебі былтырғы жыл өзіңіз білесіз, өзіңізге мәлім, бәрімізге мәлім да. Былтырғы жыл өте қиын болды, қуаңшылық болды. Жаңағы мынау батыс, жаңағы Атырау, Ақтау өңірлерінде жаңағы малға беретін жаңағы картон беріп батты. Бірақ соған қарағанда мынау енді кәдімгідей азық қой, қанша деген нәрі сабақты. Сол жайлы айтып кетсеңіз, қалай соған қалай не түрткі болды сол дайындауға? Осы сіздердің айтуларыңызбен осы Казбиосилді тіпті сабаннан да сүрлем жасауға болады деген жерде былтыр бірінші рет өзім жасап көрдім. Сол арпа сабанынан сүрлем жасадық. Енді Казбиосилді қолданып, оған қоса 1% тұзды. Технология бойынша солай. Тұзды сумен міндетті түрде. Содан енді 2 айдан кейін малға бірінші көліп бастап бергенде малдың жеуі тіпті не болды. Картон жегеннен гөрі? Картон жегеннен гөрі. Сабан. Картон бізде енді беріп көрген жоқпыз. Сіздер беріп көрген жоқсыз, бірақ енді айтқанда картон жегеннен гөрі сабан жеген жақсы ғой. Қанша дегенмен аз да болса оның бір пайдасы бар ғой деген ғой. Ал енді жарайды, сізге енді ары қарай сәттілік тілеймін. Ойлаймын, біз соңғы кездесуіміз емес. Сіздердің өңірге біз келіп жатырмыз, көп шаруашылықтар білмейді. Сіздердің өңірде оның үстіне мынау сүрлем дайындау, пішіндеме дайындау деген жоқ деп басынан жайылымда жүреді дейді. Осыған байланысты сіз осы өзіңіз сияқты шаруашылықтарға бір айтатын ұсыныстарыңыз бар ма? Бізде енді Батыс Қазақстан облысы көбіне етті бағытта. Бізде сүт товарлы фермалар аз. Сондықтан да көбі бір жаңадан бастап жатқандар бар, солар дайындайды да, мен дайындаймын. Енді көбі етті бағытта болған жерде көбі дайындамайды. Бірақ етті бағытта да осы сүрлемді аткорымдағы ұстап отқандарға, олар пайдаланып отқандар бар. Аткорымға да мал азығы ретінде пайдаланып отқандар бар. Бордақылайтын. Бордақылайтын. Енді малдың основной азығы енді жүгері деп білеміз, сосын соны жылма-жыл дайындауға тырысамыз әйтеуір. Қанат мырза, жаңа біз егіске барған кезде, жүгері алқабына барған кезде бір нәрсені байқап қалдық. Мынандай проводтар жүргізілген, кәдімгі темірлер, ол жерде бір мынандай ленталар ілулі тұр. Сізден сұрағанымызда сіз айттыңыз, ол электропастух дедіңіз бе? Ол енді электропастух деген енді былай айтқанда табунщик қалай деуші еді? Мал бағушы. Электро. Қазіргі біздің заманымызға сай
сол жайлы айтып кетсеңіз, оны не себептен солай жасадыңыздар? Бұл енді жүгері қасымызда шаруашылық бар, олардың енді малдары түспесін деп сол көршіміз электробастовкаға қосқан. Бізде енді мына өзіміз жайылымымыз, мына сүт сауатын малдардың осы жерде 100 гектар жер хозяйствоның айналасын осы электробастовкамен қоршалған. Енді артықшылығы бұлда малшының қажеті жоқ. Сол ауыстырылып тұрады. Бір бөлігін жесе, келесі бөлікке оның ішіне, значит, оның сол ішінде оған малды бағуға болады да, малды жайылымға жіберуге. Онда былай қарағанда экономия жағынан да, экономика жағынан да тиімді да? Арнайы оған бағбан керек жоқ, арнайы. И сыртқы басқа малдардан да сіздердің жайылымды қорғайды. Түсінікті. Кейбіреулер мысалы қоршап жатады түгел территориясын бір сеткалармен, оған қарағанда бұл тиімді да? Жақсы. Жақсы.